Армысыздар, құрметті оқырмандар. Назарларыңызға Оразалы Қозыбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай қайталанбас қайраткер атты тұлғатану айдарын назарларыңызға ұсынамыз. Қостанай өңірі алты алаштың басына күн болып туған Ахмет Байтұрсынов, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Мыржақып Дулатов сынды көптеген майталмандарды тудырған киелі мекен. Солардың бірі де бірегейі Оразалы Қозыбаев. Жер қозғалса да, салмақты қалпынан бір танбайтын сабырлы мінезі бар. Еселі еңбегімен көпке үлгі болған көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері, Ұлы Отан соғысының ардагері, халқымыздың адал перзенті Оразалы Әбілұлы Қозыбаев 1924 жылы Меңдіқара ауданындағы Тазкөл елді мекенінде дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысып, қарулы күштер қатарынан елге оралған соң, ол 40 жыл бойына партия, кеңес және шаруашылық органдарында қызмет істей жүріп, еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосты. Еңбек жолын 1947 жылы техникалық хатшы болып бастаған жас жігіт 6 жылдан соң Затабол райком партиясының екінші хатшысы болып қызмет атқарды. Ер есімі ел есінде мәңгі қалуы тиіс. Ол үшін игілікті іс тындыру, аруақты ардақтау бүгінгі ұрпақтың азаматтық парызы деп білемін. Қазақтың бір туар азаматы Оразалы Қозыбаев Торғай өңірінің жаңаруына, экономикасының дамуына, мәдениетінің гүлденуіне, патша кезіндегі Торғай облысы атауының қайта оралуына үлкен жүректілікпен еңбек ете білді. Өз кезеңінің айқын тұлғасы Оразалы Әбілұлы Қозыбаевтың халқына қалтқысыз адал қызмет етуінің үлгісі бүгінгі мен ертеңгі ұрпаққа тәрбиелік мәні зор патриотизмнің бір көрінісі. Жерлесіміздің ауыз толтырып, таңды таңға ұрып айтарлықтай ерен еңбектері, ел үшін атқарған ізгі амалдары жетерлік.